Салем достар, бүгін өте дәмді, жасалу жолы оңай бента тортын дайындайтын боламыз. Осы рецептімен міндетті түрде жасап көріңіз. Ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстінен шым-шым тұз және де қантты саламыз. Одан соң миксермен жақсылап ағарғанша қозғаймыз. Дәл осылай ағарып шығуы қажет. Дайын болғанын миксерден массаның осылай жай аққанынан білуге болады. Енді ұнды ситаға салып, 2-ге бөліп араластырамыз. Лопаткамен астынан жоғарыға қарай қозғаймыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, масса түсіп кетпеуі керек. Енді қалған ұнымызды салып, дәл солай араластырамыз. Міне массамыз дайын. Енді пісіретін формочкамызды дайындаймыз. Мендегі форманың диаметрі 16. Егерде формочка жоқ болса, кәдімгідей табаға пісіріп, кесіп алуға болады домалатып. 170 градуста 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді джемді дайындаймыз. Мендегі малинаның вареньесі. Енді үстінен бір ас қасық қант және де кукурузный крахмалды саламыз. Жақсылап біріккенше араластырамыз. Одан соң отқа қоямыз. Оттың асты орташа болуы қажет. Енді қайнағаннан соң бір ас қасық суды құямыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің джеміміз осындай болып шықты. Енді суығанша қалдыратын боламыз. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Енді формасында салқындатып аламыз. Салқындағаннан соң формасынан босатып алатын боламыз. Енді пищевая пленкаға салып, холодильникке 1 сағат шамасында салып қоямыз. Ол уақытта крем дайындаймыз. Творожный сыр, сары май және де сахарная пудра қажет болады. Бірінші сары майды салып, үстінен сахарная пудраны саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Сары майдың температурасы бөлме температурасында болуы қажет. Дәл осылай ағарып, көпіршуі керек. Енді үстінен творожный сырды саламыз. Тағы да жақсылап екеуін біріккенше араластырамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, біркелкі масса шықса болды. Міне дәл осындай болады. Крем өзінің формасын ұстап тұрады. Ал енді бисквитімізді алып, ортасынан 2-ге бөлеміз. Біздің бисквиттеріміз дайын. Енді пропиткасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ыстық сүт және де бір ас қасық қант керек. Екеуін жақсылап араластырып қойып қоямыз. Ал енді тортты жинаймыз. Бірінші коржымызды қойып алып, үстінен пропиткасын құйып шығамыз. Одан соң кремді жағамыз кішкене. Одан соң жан-жанына айналдырып, домалатып, жағып шығатын боламыз. Ал енді джемімізді саламыз. Негізі өзіңіздің қалауыңызша дайындасаңыз болады. Үстінен кішкене крем жағып, бетін келесі қабатпен жабамыз. Бұл коржымызға да пропиткасын жасаймыз. Одан соң кремді жағып, бірінші черновой сборкасын жасап шығамыз. Холодильникке жарты сағат 1 сағат шамасында салып қоямыз. Міне жарты сағат шамасында салып алдым. Енді қалған кремімізді жағып, тортымызды әдемілеп жинайтын боламыз. Міне дайын болды. Енді қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Осындай красительдерді қолданып, өзіңіздің қалауыңызша керекті әдісте жасасаңыз болады. Сонымен менің бента тортым дайын. Өте оңай жасалу жолы. Міндетті түрде дайындап көріңіз, дәмі өте керемет болған. Сөзбен жеткізу тіптен мүмкін емес. Видео рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз.